Облыстық кәсіпкерлер палатасында өңіріміздегі фармацевтикалық бизнестің өзекті мәселелері жайында сөз болды. Жиынға қатысқан фармацевтика бизнесінің өкілдері мен құқық қорғау органдарының қызметкерлері және кәсіпкерлер палатасының өкілдері осы саладағы проблемаларды бөлісіп, ойларын ортаға салды. Бұл кездесуде елдегі жағдайларға байланысты бизнестің проблемаларын талқылаймыз. Осында фармацевтикалық бизнестің қандай кедергілері бар екенін талқылаймыз. Жиында жаңадан енгізілген заң жобасы туралы да талқылау болды. Әсіресе бизнес өкілдері санитарлық тұрғыда қойылатын талаптар төңірегінде біршама сұрақтар толғандыратынын айтады. Сонымен бірге осы саладағы заң бұзушылыққа жол берген бизнес өкілдеріне жаңа заң бойынша айыппұл көлемі де 2 есеге өскені туралы да айтылды. Бұл жиын кәсіпкерлер палатасымен меморандум арқасында өтіп отыр. Бүгінгі дөңгелек үстел барысында органдар тарапынан жүргізілетін тексерулер туралы да сөз болмақ. Яғни бизнес өкілдері заңды тұрғыда сауатты болуын көздейміз десек те болады. Сонымен бірге әңгіме барысында дәрі-дәрмек құнының жоғарылағанына байланысты сұрақтар туындады. Кәсіпкерлердің сөзінше бұл бизнесмендерді қиындыққа тіреп отыр. Өйткені түсетін пайда да азайған дейді. Ал осы және өзге де сұрақтар әлде палата қабырғасында қаралып, қосымша жұмыстар атқарылатын болмақ.